Қайырлы таң. Қайырлы таң. Тағы жаңа қызметші жалдаймыз деп едік қой. Иә, өзің жалдай бер. Менің уақытым жоқ. Жарайды, онда мен жуынып келейін. Өзім қызметші жалдай берем. Жарайды, жалдай бересің ғой. Онда сен уайымдама, өзің жұмысыңа бара бер. Жарайды, давай. Айтпақшы, саған айтып қойын, мен жаңа қызметші жалдаймын. Жарайды, ханым. Сәлеметсіз бе? Ой, келе ғой. Мен сізді танимын ғой. Иә, мен де сені танимын. Иә, сен менің туысқан бөлемсің ғой. Әрине, мен саған жалақы 30 мың берем. Иә, жетеді. Қызметші қазір үйді таныстырсын. Қызметші! Ау, ханым. Жаңадан келген қызметшімен таныс бол. Есімі Саида. Ой, сәлем. Саида, таныс бол, бұл біздің қызметшіміз. Есімі кім? Әй, неге үндемесің? Ой, кешір, ойланып кетпін. Менің атым Әйгерім. Жарайды, саған үйді көрсетейін. Жүр. Мен саған үйді толықтай көрсетіп біттім. Иә, танысып алдым уже мен. Басында келген кезде үйренбейтінмін мен. Ал мен сразу үйреніп кетем. Бір ыдысты 2 сағат жудың ғой, әкеш, өзім жуам. Тым көп сөйлемей шаруа жасасайшы. Аида, қызметші. Не болып қалды? Мен саған бір нәрсе айтайын деп едім. Жаным, отыршы. Хотя, жүрші ана кабинетке. Менің саған айтқым келгені, мен қызметшіні ұнатпаймын. Неге ұнамайды? Ну, қайтесің оны? Короче, менің жігітімнің шайына тұз қосасың. Жігітім оны біз емес, қызметші жасады деп ойласын. Жарайды, ханым. Жігітім қатты ашуланып, сол қызды біздің үйден қуып шығу керек. Түсінікті шығар? Иә, ханым. Ал мен келдім. О, жаңа қызметші алыпсың ғой. Иә, жаным, енді ол бізде жұмыс істейді. Жарайды, мен де қазір қолымды жуып келейін. Әйгерім, қазір сен ваннада пылесосташы. Жарайды, ханым. Тұз қос. Жарайды. Дайын. Жарайсың, кәскайсың. Болды, қолымды жуып болдым. Қарным ашып кетті ғой. Ас болсын. Тамағыма не болып қалды? Ой, жаным, не болып қалды? Кім істеді бұны? Саида, сол алып кел тез. Қазір, ханым. Ішіп алыңыз, мырза. Маған шайды кім қойды? Шайды ана қызметші қойды. Дереу шақырыңдар маған оны. Әйгерім, тез кел. Ау, не болып қалды? Сен ба мен шайыма тұз қосқан? Шайды осы қойсаң, онда осы қосады ғой. Мен қосқан жоқпын. Неге жауап тұрсыздар? Шайды сен қойдың, значит сен қостың. Мырза, сіз не айтып тұрсыз? Мен жасамадым, сенбейсіздер ма? Сен сонда мен жасады деген кеп тұр ма? Болды, кім жасаған белгілі болып тұр ғой.
Мен жасаған жоқпын. Сені жұмыстан шығарып жіберем егер осындай жағдай қайталанса. Бұл жолы соңғы рет кешірем. Себебі сенің үйің жоқ. Жарайды, рахмет, бірақ мен жасамадым. Мен ондан да үй жинастырайын. Мейлі, енді шай іше берейік. Неліктен маған жарылы жауа береді? Так, компьютер көрейін. Немене? Мыналар өздері келісіп апты ғой. Еще маған үтір алдады. Бәрің бері келіңдер. Не болып қалды? Не болды, мырза? Не болды? Ана камерадағымыз ғой. Мәссаған. Не үшін шақырдыңыз? Мына камераны көріп тұрған шығарсыңдар. Мені әдейі алдапсыңдар. Бөлмеде камера барын ұмытып қалдыңдар ма? Жаным, кешірші, ондай болған жоқ негізі. Иә, ханыммен келсем. Сендер өздерің келісіп қызметшіге жала жаттыңдар. Бұларың дұрыс па енді? Жаным, кешірші, өтінем. Сендер мені алдағандарың үшін сендерді үйден қуып шығам. Қане, шығыңдар үйден. Шықсаңдар екеулерің. Жаным, кешірші, қайталанбайды екінші. Мырза, кешіріңізші. Ой, онда өзім-ақ кетем. Сау бол. Мен саған ұрысқаным үшін кешірім сұраймын. Мен де саған жала жаптым. Мырза, ештеңе кетпейді. Негізінде сен маған ұнайсың. Не? Қойыңызшы. Мен сізбен бірге бола алмаймын. Неге бола алмайсың? Сен жақсы қызсың. Мен жай ғана қызметшімін, ал сіз байсыз. Бола берсін. Ештеңе айта алмаймын.